4 қаңтар күні кететін деп жатқан кезде осында әпкем тұратын. Сол әпкем үйіне бір күнге қонаққа барып, 5 күн шығатын болдым. 5 күн шыққан кезінде таңертең 11-лер шамасы бірінші Алматы ЖД вокзалына бардым. Бірінші Алматы ЖД вокзалына барған кезімде ол жерде пойыздар отмена жасап жатқан екен, Шымкентке жүретін. Отмена жасап жатқан кезде ол жерде кешке дейін жүрдім. Пойыздар нететін болған, уақытша шығады жүрмейтін болған соң сыртқа шығып такси алдым. Сайранға бара жатқан кезімізде жолда бізді тоқтатып, қайда бара жатсыңдар, не істеп жүрсіңдер деп. Мен ол кісілерге айттым, осылай Шымкентке бара жатырмын, Сайраннан Шымкентке кетуім керек дедім. Сосын ол кісілер айтты, жоқ, бара алмайсыздар, баратын болсаң жаяу бара бер деді маған. Машинаны өткізген жоқ. Сол жерде таксиден түсіп, мен өз жолыммен жүре бердім. Жаңағы қалың адамдардың арасына шығып, бір шетке өткен кезімде адамдардан сұрадым, Сайранға қалай барамын, Сайранға автовокзалдан. Жол көрсетті, сол көрсеткен жолымен жүріп бара жатқан кезімде тағы жолдан 1-2 адамнан сұрадым. Ол адамдар айтты, біреу бір жүрген жолмен 2 рет жүріп отырдым, біреу басқа жақты көрсетеді, біреу мына жақты көрсетеді. Қай жерлермен жүргенімді білмеймін қазір. Бір уақытта тағы бір кісіден сұрағанда, мына үйлердің арасынан өтіп, бір светофорды көрсетті. Осы үйлердің арасынан өтсең, алдынан светофор шығады, сол светофордан оңға қарай бұрылып жүре берсең, 2-3 кварталдан кейін Сайран автовокзалы шығады деді. Оң жағынан. Жарайды деп сол кісінің көрсеткен жолымен бара жатқанымда алдымнан бір топ адамдар шықты. Қай жол екенін білмеймін. Ештеңеге мән берген жоқпын, басқа алған жоқ. Кетіп бара жатқанымда білемін. Бірден атыс басталды, жарылыс басталды ана жерде. Кімдер атып отқан, не жарылып отқанын білген жоқпын. Қауіпсіз жерге қашып бара жатып, жолдың жағасына шығып қашып бара жатқан кезінде, жаңағы атыстардан тыныш жерге жүгіріп бара жатқан кезінде маған келіп біреу ұрғандай болды. Адам ұрды ма, не болды білмеймін, ішімнен бірдеңе келіп тиді. Оған қарамай жүгіріп бара бердім. Шамал жер жүгірдім. Сосын сол жерде құладым. Құлаған кезімде білем, құладым. Бір есімді білгенде, бір кісілер мен оятып жатыр екен. Жеңіл көліктің артында жатыр екен. Мен есім жетіп тұрды, бетіне су шашып оятып жатыр екен. Сосын мені больницаға алып барды. Қай больница екенін де білмеймін. Сол больницаға барғанымызда ол жерде медициналық көмек көрсетті. Ол жерде де есін жетіп 1-2 рет нетті. Сосын уколдарды салып неткен соң операция істейміз дегендерін білемін, 1-2 сөздерін. Сол жерде операция жасап, рентгенге түсіп, нетіп, операционный алып берді. Өзіме не болған білмеймін ол кезде. Операциядан кейін реанимацияда есін жидым. Реанимацияда есін жиған кезінде сол жерде медсестралар айтты. Маған не болды, тыныштық қой, қай жердемін деп сұрағанда, қалқаманда 7-ші больницадасыз деді. Сізге операция істелген, не операция деп сұрағанда, сізге оқ деген деді. Не оқ, қандай оқ, кім атқанын білмейді екенмін. Сол жерде біліп отырмын, оқ деген. 5 күн сол жерге барып, 6 күн есім жидім реанимацияда. 8-не дейін жаттық сол больницада. Больницада жатқанымызда палатада 2 адам болдық. Коридорда айқай-шу басталды, алдымда медсестра болып тұрған. Маған капельница салып жатқан еді. Капельницада жатқан кезінде ол кісілер не болып жатыр деп сұрағанымда, білмеймін, тыныш еді ғой деп шықты. 1-2 минуттан кейін келгенде ол кісінің артынан мамандар кіріп келді, маскамен, шекпен, как положено барлығы арнайы дайындалып, 4-еу кіріп келді автоматпен. Ол қимылдамаңдар, қозғалмаңдар, қолдарын көтеріңдер деді. Біз қозғалуға да, қимылдауға да шамамыз келмейтін екеуміздің де.
мен ішімнен оқ тиген болатын, операция істелген, операциядан кейін жатқан. Алдымда бір жігіт жатты, ол жігіттің аяғынан оқ тиген. Ол да жүре алмайды. Жаңағы төртеуінің артынан тағы да 4 адам кіріп келді. Оларда автомат болған жоқ, қолдарында пистолеттер болды. Төртеуі де қозғалмаңдар, тыныш жатыңдар деді. Телефондарымызды іздеді, жеке заттарымызды іздеді, қандай қаруларын қайға тықтыңдар, сұрайтын сұрақтары. Телефондарың қайда деді. Біз де айттық, телефонда ештеңе жоқ, көріңіздер деді. Көрді, 1-2 минуттан кейін кіріп келгеннен кейін. 2 минут, 5 минуттан кейін коридорға алып шықты. Капельницада жатқан жерінен жұлып алып, капельницаның барлығын жұлып алып тастап, коридорға алып шықты. Коридорда бір 5 минуттай тұрдық. Медсестралар арызша түскенде ештеңе істеген жоқ қой. Олар ешкімді тыңдаған да жоқ. Как раз менде мына ішінде 2 шланг тұрған, соны алып жатқан кезінде кіріп келді. Қазір 1-2 минут қоя тұрыңыз, мына шлангысын алып алайын деді, соны өзін әрең алды. Соны өзіне әрең рұқсат берді. Сол шлангымен алып кетпекші еді. Біреуін алып, екіншісін қалдырып қоймақшы еді. Сонымен үстімізде киім жоқ, даже іш киім де жоқ. Медсестралар тұрды да халат берді. Жұқа медицинский халат. Сол халатпен киініп сыртқа шықтық, коридорда 1-2 минуттай тұрдық. Басқа да адамдар алып келді. Қолымызды артқа қайырып жүре алмаймыз өзіміз. Как будто қашып кететін адам сияқты. Қозғалма, бір шаг оңға солға нететін болсаң, қашатын болсаң, атамыз деді. Сонымен лифтіге алып кірді. Сұрақ қойсаң, не болып жатыр, не сұрақ қойма деп, прикладпен ұрып, жағы жерде. Ұрып сол, киім де берген жоқ, басқа да алған жоқ. Сыртқа алып шықты. Бірінші этажға төменге түстік. Төменге түскеннен кейін далада бетонның үстінде, далада жерге жатқызып қойды, бетонға. Жердің барлығы су, қар, лай. Біз бетонға жатқызып, ол жерде 20 минуттай мұздай бетонның үстінде жаттық. Барлығын алып шығып жатты, жаңағы жерде. Біреу келеді, кімді аттың, кімді өлтірдің, сендер курортта жатсыңдар ғой мына жерде деп. Сондай сұрақтарын қояды. Білмеймін, ештеңе білмеймін, осындай жағдай болды десең, оны тыңдамайды. Өтірік сөйлеп тұрсың деп тағы да нетеді. Бұл жерде 20-25 минуттай жатқаннан кейін машинаға мінгізді бізді. Автозекке. Автозектің іші кішкентай болады. Ары кетсе бір отыратын орында 6-7 адамға, 8 адам ары кетсе отыруға болады. Орындықта. Оған қарамай, бізде бір машинаның ішіне 10-15 адамға дейін салып жіберді. Қанша уақыт жүргенімізді білмеймін. Сол машинаның ішінде жүрдік біраз уақыт. Бірнеше жерге тоқтады. Сосын білмеймін, тағы бір жерге барған екен, ай жерде. Ол жерде машинадан түсіп, тағы да қолымызды көтеріп стенада 10 минуттай тұрдық далада. Сосын білмеймін, подвалға кіргізді. Ол жерде подвалға кіріп, тағы бір жермен бірінші этаж көтерілдік. Ол жерде тағы да полда жерде 15-20 минуттай жаттық. И тағы бір камераға алып кірді. Ол жерде уже камераға түсіріп Си-18-де. Си-18 екенін білмейміз ғой біз. Қай жерге келгенімізді біреу келіп сұрайды. Басқалар сұрасақ нетеді. Жаңағы түсінген адам ойы қорлық бермейтін сияқты. Біреулер жүре алмайды, басқа болмайды. Лестницамен көтеріліп бара жатқан кезінде лестницада қам болды. Қолымды артқа қойып, осылай басымды еңкейтіп жүрдім. Жүрген кезінде біреуге көмектесін десем, өзім әрең жүріп келе жатырмын. Біреулер жатып келе жатыр, жағы жерде айғайлап, боқтап, жүре алмайтындарды прикладпен ұрып, басқа қылып, вилкамен ұрып кіргізіп жатты да ішке.
Жаңағы жерде камерадан бір жаңа айттым ғой 15-20 минуттай жаттық жерде деп. Тағы бір камераға кіргізді. Ол жерде бір-екі адамдар тұр. Біреу камерамен тұр, біреу отырып жазып, аты жөнімізді жазып отыр. Біреу камераға суретке түсіріп отыр. Ол жерде де сұрақтар қойып, есімің кім, осылай, не үшін келдің? Сондай сұрақтарды қояды. Ол жерден өткеннен кейін тағы бір камераға алып барып, басқа ол жерде тағы бір 20 минуттай жаттық. Жерде полда. Суық, ешкімде киім жоқ, басқа жоқ. Әрқайсысы келеді, ұрады, соғады, балағаттайды. Айтатын сөздері: сен кімді өлтірдің, кімді зорладың, сендер террористсіңдер, қыз зорлағансыңдар, басқа қыласыңдар деп сондай дүниелерін айтады. Одан кейін тағы бір камераға алып барып, қолымызды көтеріп, тағы бір 10 минуттай тұрдық стенада. Одан кейін бөле бастады камераға. Камераға бөлген кезде бізді камераға кірдік. Сол күні ұйықтаған жоқпыз, басқа қылған жоқпыз, отырдық, жаттық полда. Бірінші полда жаттық. Полда жатқаннан кейін отыруға рұқсат бермеді, басқа қылмады. Тұрғызып қойды сосын. Әрқайсысы келіп басын көтеріп, шаштан тартып, басын көтеріп ұрады: сен кімді, маскамен. Әрқайсысы біреу келеді, біреу шығып кетеді, анаусы келеді, әркім келіп әрқандай сөздер айтып, болмайтын сөздер айтып, ұрып соғып. Тұрғызып қойды сосын жатқаннан кейін. Біреу келіп тұрғызды, отыруға рұқсат берген жоқ. Сол күні 8 күні түскен болсақ, бір күн бойы ұйықтаған жоқпыз ол жерде. Ешкім ұйықтаған жоқ, даже отыруға рұқсат берген жоқ, тұрып. Сол күн суды, тамақ та берілген жоқ, ештеңе алған жоқ. Камера суық, басқа. 9 күнге ауысқан кезде уже таңертең бастады, келді бір кісілер, біреу алып кетеді, бір адамнан. Басқа камера алып барады, допрос алып жатқан кезде жаңағы сұрақтар: сен кімсің, сен кімді ұрдың, митингке не үшін шықтың, кімді өлтірдің, кімді зорладың. Сол сұрақтарды айтады. Сендер террористсіңдер дейді. Жоқ, біз террорист емеспіз, басқа қылған жоқпыз. Мирный митингке деп шыққандар болды арамызда. Ол мирный митингке шыққандарға, митингке шықтық, осындай дегендерге деп айтты. Оларға да нетті: біз митингке барған жоқпыз. Мен барған жоқпын, мысалы үшін өзім митингке барған жоқпын. Тағы бірнеше адамдар митингке барған жоқ. Сендер неғып өтірік сөйлеп тұрсыңдар дейді. Сен специально митингке болатын біліп, заранее келгесін деген сияқты сұрақтар қойып жатыр. Заранее келіп отын сен осында деген сияқты. Мені камерадан шығарып алып, жанымыздағы камера алып барып, тұрғызып қойып, басымнан двинкамен ұрып отыр, резина двинкамен, аяқтардан, иығымнан ұрып отыр. Сұрақ қояды, айтам: сен айтқан дұрыс емес дейді да, ұрып отырады. Бір 2 сағат, 2,5 сағат бойы. Бір сұрақ қояды: сен айтқан дұрыс емес, сен былай жасадың дейді. Сен ана жерде, кейін сол жерде айтып жатыр, 7-сі ма, 8 күні ма, 6-сынан 7-сіне қараған күн ма, мен жатқан больницада, 7-ші больницада нападение болды деп естідім. Сен сол жерде нападениеға қатысқансың дейді. Сен сол жерде болдың, и медсестраларды зорладың дейді. Біз өзіміз әрең тұра алмайтын адам сол жерде сондай сұрақтарды қойып жатыр. Даже сол күні өз больницада жатқан кезде медицинаның көмексіз қалғанымыз ғой, не болғанын білмейміз. Сол жерде солардың айтуы бойынша естіп отырды. Нападение болған. Кенет қандай болды ма? Сендер сол жерде жаттыңдар ғой? 7-ші больницада ма? Иә. Оны ашып ешкім ештеңе айтқан жоқ. Медсестралардан тыныш па, не болды деп сұрағанымызда, бізде жатқан еді, менде түнде қатты ауырдым. Звонокты басып, медсестраларды шақырып, врачтарды шақырғанымда ешкім келген жоқ. Көрші палатада бір әйел кісі жатыр екен, ол кісі кіріп келді да: ешкім шақырмай қойыңдар, ешкім жоқ бәрібір деді. Не жағдай болған, біз білмейміз ол жерде.
біз 4-ші этажда жатқан едік. Ертесі күні таңертең где-то 9-дарға қарай медсестралар келіп бастады. Сендер қайта беріңдер дейді да бізге. Жатқан адамдарға ше. Сендерге ешкім қарамайды, болды. Сендер выписка етіп жатыр деді. 7-ші число күні екен, иә, как раз. Жоқ, мен қайда барамын? Мен тұра алмасам орнымнан, мұнда ешкімге бара алмаймын, қайда барамын? Мен емделуім керек дедім. Жоқ, сендерді алып кетеді. Если осында жатпасыңдар, жата берсіңдер. Медсалар келіп алып кетіп қалады дейді. Қайда алып кетеді? Мен ешқандай кінәм жоқ болса, не болмаса, мен кімнен қашам, кімнен тығыламын деп айттым. Оған қарамай жатқанбыз. Шынымен 8 күн келіп алып кетті ғой. Жаңағы жерде амандар келіп. Сөйтсек сөйлеген кісілер айтады, нападение болды. Шын қаншалықты өтірік екенін білмеймін шынында. 11 күні адвокат келді, адвокатпен таныстырды. Мынау мемлекеттен берілген адвокат деді. Сергей Сергеевич деген кісі екен. Ол кісі айтты, осылай сендерге санкция беріледі деді. Уже ол кісі заранее айтып қойды. Бізге жолықтық қой, адвокатпен отырып сөйлестірген кезде, жеке сөйлескен кезімізде сендерге санкция беріледі 2 айға деді. Уже соттың алдында біз санкция алатынымызды біліп қойдық. Уже сот болатын болса, біз оның алдында немен осындай кезде сот болады, нетеді деген кезде біз ойлағанбыз. Хотя бы домашний арестпен үйге шығатын шығармыз деген. 14 күні сот болды. Шынымен жаңағы адвокаттың айтқандай не болды. Соттың алдында, сотқа да мысалы үшін үстіме жамылып жатқан одеялмен кіріп бардым. Сотқа да жабық сот болды. Киім жоқ, басқа жоқ. Жамылып жатқан одеялмен кіріп бардым соттың алдына. Оған сотта ештеңе айтқан жоқ, басқа киімді қайда деп те сұраған жоқ, басқа да жоқ. Соттың алдында менде жаңағы Сергей Сергеевич деген адвокат болды. Ол кісіні неліктен екенін білмеймін, ауыстырып жіберді менің адвокатым басқа бір кісіге. Ауыстырып жіберді, жаңағы кісінің атын кім деді, атын да ұмытып қалдым, өзім бір-ақ рет көрдім. Сотқа бір 5 минуттық соттай болды, 5 минуттай болды сот. Сотқа кіргенімізде келді, қағаздарын алды да оқыды, осындай сот ашық деп жариялаймын деді. Жаңағы қағаздарын ашып оқыды, нетті. Оқыған кезде мен адвокатымнан сұрады, қарсылығыңыз бар ма деді. Жоқ, қарсылығым жоқ, бәрін келісемін. Соттан сұрадым, сұрақ қойсам болады ма прокурорға деді. Болады деді. Менде мына жерде айыбым жоқ, ештеңе неткен жоқпын, қатысқан жоқпын. Мына дәлелдеріңіз бар ма деп сұрағанды, бар дәлеліміз деді. Жаңағы соттауға. Көрсем бола ма деген кезінде маған дәлелдің ештеңесін көрсетемеді. Сіздің видеоға түсіп қаласыз, осындай жерде шетстап жүргеніңіз түскен дейді, тағы бір-екі нәрселер түскен дейді. Сол нелерді көрсем болады ма деп сұрағанда, жарайды, осы санкциямен, мен мына берілген санкциямен келіспеймін деді. Келіспеймін дегенде не үшін деді. Хотя бір дәлел алып көрсетіңіздерші, мына сол жерде мен жаппай тәртіпсіздікке қатысқан жайлы, сол жерде жүрген жайлы, хотя видео болмаса да бір сурет көрсетіңіздер, жарайды десем, ешкім ештеңе айта алмады. Көрсете алмады, жаңағы дәлелден. Тек қана қағаз жүзінде. Ол санкция берілетін біз заранее біліп қойғанбыз, 14-не, 15-не сот болды. Қасымда отырған адамдар бір жігіт болды, сол көз көрмейді. Аслан деген жігіт. Сол көзінен оқ тиген. Құлағын жартысы кеткен. Құлағын жартысы, үш жағы жоқ құлағын. Тағы да бір-екі адамдар болды. Аяқ сынған, жүре алмайтын кісілер болды. Сот оның алдындағы жатқан адамдарды алып барады. Таңертең алып кетеді да жүріп жүрген жігіттер. Корчагин Руслан деген жігіт болды. Ол қалаға келіп, қарындасын алып кетуге келген екен, оказывается. Қаланың сыртынан қарындасын алып келуге келген кезде, ол да нечаянно оқ тиген, мен сияқты. Ол сол жігітті алып барды да бірнеше уақыттан кейін
келді біраз уақыттан кейін. Келген кезінде әжептәуір жүріп жүрген басқа ағам келген алып кетті. Алып кетіп тастаған кезде уже жүре алмайды. Ұрып тастаған. Аяқ вообще жүре алмайды. Әрең кіріп келді. Қолынан сүйеп отырғызып, неттік. Тағы алдымызда бір атын ұмытып қалдым, тағы бір үлкен кісі болды. Ол да жүріп жүрген. Зато оған ұрған кезде айта алмаймын енді. Ол кісі қан құсып жіберді. Жаттым сол камерада ше. Медицинаны шақырамыз. Бір күн айттық, 2 күн айттық, 3-ші күні әрең дегенде госпитальға жіберді. Медсанчастқа. 3 күн айтып жүріп, әрең жібердік. Медициналық көмек көрсетпеді деп айта алмаймын. Көрсеткенде қалай көрсетпеді десем өтірік болады, көрсетті десем де өтірік болады ма білмеймін. Келеді де мына жараларымыз бар ғой. Келеді, пирекспен сүртеді де, зеленка жағып, йод жағып, жаңадан не жабыстырып береді болды. Жуып тазалап, жабыстырып береді. Обезболивающий дәрі сұрасаң, анальгин береді. Аспирин, тағы 1-2 дәрілер береді болды. Ол жерде тамақ ішпедік десем де өтірік болады, почти. Күніне 1 мезгіл тамақ ішіп, күніне почти 1 мезгілден тамақ ішеді. Басында алғашқы кезде. 11-не дейін. 11-нен кейін уже кішкене жеттеле бастады. Тағы бір жасұлан дедім, ол жігітті 15 күн, 16 күн ма? Точно числосын ұмытып қалдым. Соттан кейін алып кетті. Жақсы жүріп жүрген басқа болған. Таңертең алып кетті, где-то 10-11-лердің шамасында. 10-11-лердің шамасында алып кетті, может 12 ма. Кешке келген кезде сөйлеуге шамасы жоқ жаңағы жігіттің. Сөйлеуге шамасы болмай келді, су беріңдерші деді, камераға кіре салып. Су бердік, отырдық. Бірінші айтқан сұраған су беріңдерші деді, су ішіп болған соң киім шешіп беріңдерші деді, үстінде спатикасы болады. Киім шешкен кезімізде мына арт жақтарына қолдары бір қабат теріс сыпырылып шығады. Киіммен бірге киімге жабысып қалады тері. Не болды, не жағдай дегенімізде допросқа барды деді. Подвалға түстік, подвалдан бір 5-ші этажға алып барды деді. Бір ұзын коридормен жүрдік, сонымен 5-ші этажға алып барды. Сол жерде ұрып соғып кешке дейін қоятын сұрақтар, кімді зорладың, жаңағыдай мойында, алдында жатқан кісілер кімдер деген сияқты деді. Мен ештеңе айта алмаймын. Еш қатысым жоқ, осындай болды деп. Айтты, ол кісі де тоже солай. Соттан кейін де санкция алып болғанбыз біз. Санкция алып болғаннан кейін де алып барып, үстіне қайнаған су құйып жіберіп отырды. Тағы бір жігітті бүтін қолын сындырып алып кетті сатып. Жерін уже қол гипспен жүрген, оның алды гипспен жүріп, былай кішкене гипсін шешкен кезде бүйтіп қозғалатын еді. Бір келген кезінде вообще қолын шешсек, қол ұстамайды, былай ойнақтап тоже. Мен де сол ұру, сол бастан астырасы, жатқан жеріне жат, аяқтан ұрады, қолдан ұрады, сана. Иықтан ұрады, қазір ұрған жерлерінің іздері қалмады, шындап айтқанда. Көгергендер, басқа адамдар. Астынан бастан ұрды. Уже менде бас ауыру пайда болды сол кезде. Кеше қазіргі күнге дейін басым қысып. Ауырған кезде шыдай алмай қалды. Больницаға барған кезінде бірнеше рет айтты. Бірінші больницадан 25-не шықтым. 25-не шыққаннан кейін бірнеше күннен кейін больницаға барғанда, больницадағылар айтты, сізге қарай алмаймыз деді. Сізде уже бияғына қарау үшін платный болады деді. Хотя бы айттым ол кісілерге, менде не жағдай болатқанын жарайды. Выпусктың қағазын беріңіздер, бір қарап осмотр жасап беріңіздерші деді. Бізде ар жақта тек қана перевязкамен ғана өтті деді. Оқ қай жеріңізден тиген еді? Ішімнен тиген. Көрсетейін бе? Оқ мына жерден тиген. Мына операция сол кезде 5-не істелінген операция.
мына жерімде 2 шланга тұрды. Мына жерде тағы бір тесік болды. Білмеймін не тесік екен. Бұл қазір бұл жердің еті жұмсақ болған соң бітіп қалды. Мына жерден оқ тигенмін. Оказывается, осы жерден тиген болмаймын. Өткенде қай күн екенін ұмытып қалдым. Қазір ішім қатты ауырып, скорый шақырдым. Скорый шақырған кезінде Грецкий больницаға алып барды скорыймен. Сол Грецкий больницаға барған кезінде ішім қатты ауырып, сол жерде рентгенге түсірді. Рентгенге түсіп келген соң рентгенге түсіп келдім. Содан кейін пока рентген анализі шыққанша УЗИға барып келіңіз деді. УЗИға барып түсіп келдім. УЗИдан келген соң ол жерде айтып отыр да, операция істелген ба саған дейді. Иә істелген десем, не үшін операция істеді дейді. Білмеймін дедім. Оған инородный тело тұр ғой дейді. Ол не зат десем, ол не зат десем ішінде оқ қалып кетті. Оқты алмаған ба деді. Білмеймін, операция істеген ба, алған шығар дедім. Компьютерден ашып жаңағы нені көрсетіп жатыр, рентген қағазын суретін. Мына ішіңізде оқ тұр ғой дейді. Оны мен түсінбей, сосын білмеймін дедім. Ол жерде бір-екі уколдарды салып үйге бардым. Үйге барған соң жаңағы өзім адвокатыма хабарласып, ертесі күні осындай болып жағдай болып жатыр екен ғой дедім. Одан кейін менде қаржы болмады, басқа болмады, үйде жаттым. Көреміз оны, қоя тұр, қазір көре жатармыз деді. Кеше больницаға барғанымда врачқа барып жолықтым. Врачқа жолыққан кезімде ол кісі айтады, қатты уайымдамаңыз дейді, қатты несі жоқ, пока жүруге болады дейді. Если қатты ауырып нететін болса, келіңіз дейді. Қазір тексеріп көрді, басқа алды. Ол оқты алатын болсақ дейді, мына жерде майда тамырлар бар ма, нерв тамырлар бар ма, тағы бір операция жасаймыз, ол ешкім жауап бермейді дейді. Ол операциядан кейін мүгедек болып қалуымыз мүмкін дейді. МРТ, КТ-ға барып түсу керек. Менде қазір точно тұрған ешкім білмейді. Менде қазір тек қана рентген қағазы ғана тұр қолымда. 25 шыққан кезде аманат деген бір не құрылған екен ғой. Комиссия, аманат комиссиясы құрылған екен. Сол кісілер адвокат кісілер екен. Өздерін таныстырды, 25 күнді келді. Келген кезде фамилияларымызды айтты. 7 адам фамилияларымызбен шақырды да. Төменге түстік, басқа зданияға бардық. Біз ойлағанбыз, ол жерде тағы бір допрос болатын болды ғой енді депші. Сол баяғы қайталанатын жағдай ойланып барғанымызда бір камераға қойып қойды, сол жерде тұрдық. Ешкім түсініп те тұрған жоқ, басқа да болған жоқ, ешкім ештеңе айтқан жоқ. Сол жерде біреулеп шақырды, жаңа кісілер кірдік. Кірсек уайымдамап, басқа қылмап, біз осындай аманат деген не құрылған. Біз сол мүшенің адамдарымыз деді. Өздерін таныстырды. Біз сіздерді бүгін шығарамыз деді. Сіз не үшін жатсыз, не қылдыңыз деп сұрақ қойды. Фамилиямды ол кісілерге фамилияны айтқан кезде, сен осындай шымкентке кетіп бара кезде атылған айтады емессің бе? Оказывается, ол кісілер біздің деламызбен таныс адамдар екен, танысқан екен. Сонымен болды деді, бәрімізді жетеумізді сол жерде жолықтық. Қайтып камераларымызға алып барды. Камераға алып барған кезде біз ойлағанбыз, күнделікті беріліп жатқан уәде ғой, әшейін. Естіп құлағы үйреніп қалған сөздер ғой деп неткенбіз. Кешке қарай қайтып жаңа 7 адам шақырды. Сендер шығасыңдар деді. Домашний арестке. Не выезд под подписку. Қаладан шықпауға. Өз-өзімізге сенбей, сонымен шықтық жаңа жерден. Шыққан кезімізде журналистер болды, камерамен.